Сәлеметсіздер ме, 7-ші сынып оқушылары? Бүгін біз 90-дық жиынтық бағалау, яғни екінші 90-ның жиынтық бағалау есептерін талдайтын боламыз. Бірінші есеп төменде берілген әрбір функцияның анықталу облысы мен мәндер жиынын табыңыз. Мінекей, бірінші функцияны қарайтын болсақ. Анықталу облысы дегеніміз ол x-тің қабылдайтын мәндері. Мінекей, OX өсінің бойын қарайсыз. X нешеден басталады? -10-нан нешеге дейін? -2-ге дейін. Сонда былай жазасыздар. Және байқап тұрсаңыздар, екі нүкте де боялып тұр. Демек, біз тік жақша қоямыз. Анықталу облысы -10-нан -2-ге дейін, -10 мен -2-ні қоса алғанда. Келесі мәндер жиыны. Мәндер жиыны ол y-тің қабылдайтын мәні. Мінекей, 3-тен 18-ге дейін. Екі нүктеде жауапқа кіреді. Сонда 3-тен 18-ге дейін 3 пен 18-ді қоса алғанда. Келесі есепте анықталу облысы. X-тің мәнін қараймыз. -6-дан 2-ге дейін. Қай нүкте боялып тұр? -6 нүктесі боялып тұр. 2 жай жақша. Яғни ол 2 деген сан анықталу облысына кірмейді. 2-ге дейінгі деген сөз. Келесі мәндер жиыны. Мені қараңыздар. Y -5-тен 25-ге дейін. -5-ке жай жақша қоямыз, 25-ке тік жақша қоямыз. -5-тен 25-ге дейін 25-ті қоса алғанда. Келесі y тең болады x-тан 9 функциясының графигін тұрғызыңыз. Бұл жалпы графиктің бір бөлінген x функциясының графигі бізде ол гипербола болады. Гипербола. Так. Кесте құрып аласыздар. Бізде гиперболаның екі тармағы болады. Сонда қай ширектерде жататын анықтау үшін мен бірінші оң сандар беремін, сосын теріс сандар беремін. Так, өзімізге 0 алмаймыз. X бізде 0-ге тең болмайды. 0-ге шексіз жақындайды, бірақ 0-ге тең болмайды. Графигінен көруге болады. Так, қандай сандар беремін? Мысалы 9 беруге болады, 3 беруге болады. Так, мен қазір беріп көрейін. X-қа 9 беріп көрейін. Так, кіші саннан бастайын. 3 беремін. 3 бергенде 3 болады. Так. Сосын неше берсем екен? 6 берсем, 6-тан 9 немесе 2-ден 3, 1,5. Так, сосын 9 берсем, 1 шығады. Енді теріс сандар беремін. X, Y, -9 берем, -6 берем, -3 берем. -9 берсем, -1, -6 берсем, -1,5, -3 берсем, -3. Енді графигін қазір мен сіздермен бірге саламын. Мен сызғышсыз салайын деп отырмын. Себебі менің бір қолымда телефон. Сондықтан сіздер міндетті түрде сызғышпен салыңыздар. Так, енді қарайық. X-іміз 9-ға дейін барады. Мынау бізде 1 болсын. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мінекей 9. Так. Y-ім 3-ке дейінді. 1, 2, 3. Так, сосын. Тағы да -9-ға дейін. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9. Так, 3-те 3. Міне 3, 3. Мінекей. 3-те 3. 6 да 1,5. Міне 4, 5, 6, 1,5 дегеніміз мінекей. 9 да 1. 9 да 1. Так, мына жерде нақты болу үшін, мына жерден мысалы 1,5 берулеріңізге болады. Сонда мен шамамен салып қойайын. Мынадай график шығады. Мінекей. X-қа шексіз жақындайды. X 0-ге шексіз жақындайды, бірақ тең бола алмайды. 0-ге шексіз жақындайды, бірақ тең бола алмайды. Келесі тармағын саламын. -9 да 1. Так, мына жердегі нүкте себебі -1 мені. Так, -1, -2, -3, -4 тағы сол сияқты. -6 да 1,5. Так, мынау -3, -4, -5, -6. 1,5 мына жер. Және -3-те 3.
-1, -2, -3 мінекей. Сонда графигіміз бұлай орналасады. Бұл жерде кішкене қисық кетіп қалды. Мінекей нүктелермен әдемілеп тұрып саласыздар. Сонда x-тан 9 функциясының, y-тен болады x-тан 9 функциясының графигі мінекей парабола, гипербола бірінші және үшінші шиелектерде орналасып тұр. Мен мынау жалпы түрін жазып қойғаным. Б бөлімі бар екен бұл жерде. Аргументтің қандай мәнінде функцияның мәні 0-ден артық болатынын анықтаңыз дейді. Аргумент дегеніміз x, функцияның мәні y. Яғни қай уақытта y-іміз 0-ден үлкен болады. Міне көріп тұрсыздар. Яғни x-іміз 0-ден үлкен болатын болса. Үшінші есеп. 21 адамнан тұратын бригада, олардың әрқайсысы қанша сағат нұсқаулық жүргізгендігі туралы ақпарат жиналған, нәтижесі төменде көрсетілген дейді. Берілген ақпарат үшін жиілік кестесін құрыңыз, салыстырмалы жиілігін есептеңіз, абсолютті жиілік үшін жиіліктер алқабын тұрғызыңыз. Так, бірінші асынан бастаймын. Жиілік кестесін құрамыз. Так, мінекей қанша рет кездесетіндігі, қандай сан екендігін жаза аламыз, сосын қанша рет кездесетіндігін жазамыз. Так, менде 1 бар, 2 бар, 3 бар, 4 бар, және тағы бір баған қосуым керек. 5 бар. Так, енді мына жерге абсолютті жиілігін табуымыз керек. Так, бір саны неше рет? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 рет кездеседі. Қанша сағат нұсқаулық? Яғни мынау сағат бізде. X деп тұрғаным сағат. Так, 2, 1, 2, 3. Так, 3 дегенім 5, 4, 3 рет, 5, 3 рет. Енді салыстырмалы жиілігін. Мен мына жерге жазамын салыстырмалы жиілігін. Біріктіріп орындайын деп отырмын қазір. Салыстырмалы жиілік. Так, қараңыздар, ол үшін біз мынаның барлығы қанша екенін тауып алуымыз керек. Немесе былай санап шығуыңызға да болады. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Немесе мынаның барын қосуыңызға болады. 10, 15, 21. Сонда салыстырмалы жиілігі 21-ден 7, 21-ден 3, 21-ден 5, 21-ден 3, так, 21-ден 3. Енді абсолютті жиілік үшін жиіліктер алқабын, яғни полигонды тұрғызуымыз керек. Мінекей мен тіктөртбұрышты координаталар жүйемді салып қойдым. Оңай болу үшін мына жерде 1-ден 7-ге дейінгі сандар сыймайтын болғандықтан мен бұл жерде 1 клетка алдым, мына жерде 2 клетка алып отырмын. Так, сіздер мына жерде сыятын болса 2 клеткадан алуыңызға болады, бірлік кесінді ретінде. Мен сыймағандықтан қазір 1 клетка алып отырмын. Так, осы жерге енді полигонды тұрғызамыз. 1 сағат 7 рет кездесіп тұрмы? Міне 1-де 7. 2 сағат 3. 2-де міне 3. Так, 3, 5, 4, 3, 5-те де 3. Неге бұлай жүргіземіз? Мыналарды қосып шығамыз. Бұл бізде жиілік алқабы немесе полигоны деп аталады. Мінекей салдық. Төртінші есеп. Берілген графикті пайдаланып, теңдеулер жүйесінің шешімі А нүктесі болатындай А және Б мәндерін табыңыз дейді. Мінекей А нүктесі мына теңдеулер жүйесінің шешімі болып тұр. А нүктесінің координатасы 2-де 1. Енді мына жердегі А мен Б-ны тауып алуымыз керек. Ол үшін не істейміз? Мұнда X-тің орнына 2 қоямыз, Y-тің орнына 1 қоямыз. Сонда А көбейту 2 қосу 1 тең болады Б. 2А қосу 1 тең болады Б. Енді мына жерден кез келген бір нүктені аламын. Мына түзудің, мына жердегі мына түзудің, мына нүктесін, немесе мына нүктесін алмау болады. Мен мына жердегі нүктені алайын. Ол менде 3-те
0 да? Немесе сіз мына жердегі нүктені алуыңызға болады. 0-де 3. Так, енді 3, x-тің орнына 3 қоям. А көбейту 3 қосу 0 тең b. Және де келесі так мына нүктені аламын. Ол 0-де 3 болды да. Келесіне осыны қоямын. Ол кезде А-ны көбейтемін 0-ге, қосамын 3 тең b-ға. Так, мына жерде 3а тең b болып кетеді. Мына жерде анықтай алмайды екенбіз. Мына нүктемен анықтай алады екенбіз. Мына нүктемен емес. Мына нүктемен анықталмай қалады екен. Мынаны алмаймыз. Мынаумен анықтаймыз. 0-де 3. Мына 3-те 0 нүктесімен алсақ, мына жерде тағы да 3а тең b қалып қояды. Ал мына жерде а-ны 0-ге көбейтіп жіберсек 0, олай болса b 3-ге тең болып тұр. b 3-ге тең болса, онда а-ны мына жерден тауып алу оңай. Міне b 3-ге тең болса, 2а тең болады. 3 азайту 1, 2, 2-ні 2-ге бөлсек 1. А сонда 1-ге тең болып тұр. Сонда қараңыздар. Мына теңдеулер жүйесінің А нүктесі шешімі болу үшін А бізде 1-ге тең болу керек, b 3-ге тең болу керек екен. Өздеріңіз шығарып та тексеріп көрулеріңізге болады. Келесі есеп функция y тең 2x қосу 11 функциясы берілген, яғни бұл бізде сызықтық функция, оның графигі түзу сызық болады. Берілген функцияның координата осьтері мен қиылысу нүктелерін табыңыз. Жауабыңызды негіздеңіз және функцияның графигін тұрғызуымыз керек. Так, бірінші осьтер мен қиылысуын табайық. OX осімен қиылысқан кезде біздің y-іміз 0-ге тең болады. Олай болса 2x қосу 11 тең 0-ге. Осы жерден 2x-ті табамын. 2x тең минус 11, x тең болады минус 5,5. Сонда минус 5,5-те 0 бұл OX осімен қиылысуы. Енді OY осімен қиылысуын жазамын. OY осімен қиылысқан кезде x 0-ге тең болады. Y тең болады. Мына жердегі x-тің орнына 0 қоям, 11. OY осімен қиылысуы 0-де 11. Жауабыңызды негіздеңіз, міне көрсеттік. Енді орындарына қойып тексеріп шығуыңызға болады. 2-ні минус 5,5-ге көбейтесіз 11, 11-ге 11 қосасыз 0. Так, 0 қоямыз 0, y 11-ге тең болып тұр. Енді функцияның графигін саламыз. Так, мінекей координаталар жүйесін салып қойдым. Тікбұрышты координаталар жүйесін. Біздің нүктеміз қандай болды? Минус, так, OX осімен қиылысуы минус 5,5-те 0 болды, да? Минус 5,5, минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5, минус 5,5 мінекей. Минус 5,5-те 0. Міне OX осімен қиылысып тұр. OY осімен қиылысуы 0-де 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Мінекей. Осы екеуін қазір осы екі нүктені қосамыз. Мінекей екі нүктемді қостым. Менде мынадай график шықты. Бұл дегеніміз y тең болады 2x қосу 11 функциясының графигі. Келесі тапсырма бар екен. Графигі берілген түзуге параллель болатын және координата бас арқылы өтетін сызықтық функция формуласын жазыңыз дейді. Осы түзуге параллель болатын және координата бас арқылы өтетін дейді. Мына түзуге параллель болу үшін мінекей, жалпы y тең kx қосу b түзудің теңдеуі ғой. Олай болса, мына k-лары параллель болған кезде тең болады. Демек, y тең kx болады. Неге плюс b жоқ? Себебі координата басы арқылы өтіп тұру керек. Сонда y тең болады 2x. 0 қоясыз 0, 0-де 0. 1 қоясыз 2, 2 қоясыз 4, тағы сол сияқты. Яғни сіздің графигіңіз бұлай орналасады. Ал қосу 1 десем, онда қараңыз. Мына жерге
0 бердім. 0, оған 1 қосатын болсақ, сонда 0 де 1 ол координаталар басы арқылы өтпейді. Сондықтан мінеке y-тен болады 2x бұл координаталар басы арқылы өтетін сызықтық функцияның формуласы. Тағы 6-шы есеп. Математика пәнінен 7-ші сынып оқушыларының жазбаша 90-дық бақылау жұмыс нәтижелері абсолютті жиілік алқабы, яғни полигон түрінде берілген, ең жоғары пай 30 дейді. Енді жалпы қанша оқушы қатысқандығын санап шығайық, да? Так, мінеке қараңыздар. Ешқандай оқушы 13 деген балды алмаған. Так, 14 балды бір оқушы алған. Так, 15 балды ешкім алмаған. Так, 16 балды 2 оқушы алған. 17-ні ешкім алмаған. 18-ді 2 оқушы алған. 19-ды ешкім алмаған. 20-ны тағы да ешкім алмаған. Так, 21. 2 оқушы 21. Сосын 22-ні 6 оқушы. 23-ті 4 оқушы. 23 пай алған. Так, 24-ті, 25-ті, 25 бал, 24 бал ешкім жинамаған. Так, 2 оқушы 26 бал, 2 оқушы 27 бал, 1 оқушы 28 бал. Так, 29 балды ешқандай оқушы жинамаған, және 2 оқушы 30 бал жинаған. Енді санап шығамын. 1, 3, 5, так, 7, 13, 17, 19, 21, 22, 24. Сонда таңдама көлемі дегеніміз барлығы 24 оқушы. Жиіліктер алқабынан оқушылар алмаған ұпай. Мына жерге міне тізбектеп жазып алдық қой. Енді сіздерге оңай. 0 болып тұрған 13, 15, 17, 19, 20, 24, 25 және 29. Так, жиіліктер полигонынан бағаның өзгеріс ауқымын табыңыз. Бағаның өзгеріс ауқымы. Жалпы өзгеріс ауқымы дегеніміз ең үлкен мән мен ең кіші мәннің айырмасы, да? Ең үлкен мәні 30, азайтамыз. Ең кіші мән нешеу жинаған? Так, 14, 16, 14 бал жинаған. Бағаның өзгеріс ауқымы. Ең жоғары 30, ең кішісі 14 бал жинап тұр. Сонда 16 бал. Оқушылар ең көп жинаған ұпай. Ол 22. 22 ұпайды 6 оқушы жинап тұр. Сонымен біз 2-ші тоқсанның жиынтық бағалау есептерін талдауды аяқтадық.